Құрметті көпшілік қауым, бүгін бізде қонақта Қазақ радиосының қарлығашы, сандуғашы атанған Сауық Жақанова апайымыз келіп отыр. Сауық апай, қош келдіңіз. Біздің Әдемі компаниясын өзіңіз бұрыннан білесіз. Ұлттық салт дәстүрлерімізді, құндылықтарымызды насихаттап келе жатырмыз. Бүгінде осы YouTube каналы арқылы халқымыздың салт дәстүрін, құндылықтарымызды тағы да бір халыққа айтсақ деп өзіңізді шақырып отырмыз. Енді киген киіміңізден үнемі көріп жүреміз. Тамаша камзол, бешпеттерді, бас киімдеріңізден ұлттық салт дәстүрімізге деген құрметіңіздің шексіз екендігін содан байқауға болады. Енді осы құндылықтар туралы айта отырсаңыз өзіңіз. Жақсы, айналайын. Жалпы біз кішкене төмендеп өзіміздің құндылықтарымызды да ұмытып, өзіміздің қазақтың салт дәстүрлерінде ұмытып, жаңаша боламыз, басқаша боламыз деп айырылып қала жаздадық қой. Сен келдің дағы біраз жыл болып қалды осы. Не, мен 30 жылға жуық қалды, 27 жыл болды елге келгенім. Мінеки келе салдың дағы сен біздің қазақтың зергерлік бұйымы, оның үстінде салт дәстүрін насихаттайтын, жаңағы көрсете алатын өзінің байлықтарын, рухани жан дүниесінің байлықтарының барлығын, бұны кәдімгідей, өмірдегідей өзін көрсетуге құлық көрсеттің дағы, мені жасап шығардың, соның өте дұрыс болып шықты. Өте жақсы. Өте жақсы. Бұлардың ішінде бұл салт дәстүр деген уақытында біз қазақ деген халық өзі көшпенді, еркіндікті сүйетін, далалық қазақ қой. Жылқы мінездес, жылқы менен егіздеуге болады. Төрт түлікті өсірген, соның майын, сүтін, оның төрт түліктің барлығының етін, адамның ағзасына, денсаулыққа өте пайдасы бар екендігін, оның жаңағы төрт түліктің тағы да мысалы асығы, жілігі, ортан жілігі дейміз, бас сүйегі дейміз, солардың барлығының жауырыны, міне солардың барлығын сен жаңғыртып көрсетіп жүрсің. Бұл білгірлік па? Білгірлік. Бұл тарих, ол тәрбиелік мәні бар, бір жағынан тарихты сен жаңғыртып көрсетіп атырсың. Ол жай ғана көрсету емес, бұл әдемі болып, әдемілікпенен көрсетіп атсың. Өзің қандай әдемі болсаң, оны мен неғылып айтып отырған жоқпын, шындық. Адамның өзінің аты да, жүріс тұрысы, түрі да, барлығы өзінің істейтін, қылығына істейтін, адамға келтіретін пайдасы менен қоса өріліп жүретінін сен дәлелдедің. Міне, құтты болсын, өте жақсы. Есіктен кіргеннен мұна бөлмеге көзіңнің жауын алатын нағыз біздің міне қазақ халқы. Міне қазақ халқының өнері, мәдениеті. Бұл қайда бірнеше ғасыр бұрын қазақтар ешкім шығармағанды осылар шығарған, осыларды киген, қыздарын әдемілік төрге отырғызған, ұлдарын төменге отырғызған, қыздарын қонақ деп есептеген. Сосын қыздарының жаңағы көзі тимесін, әдемі қыздарға көз тимесін деп, бұлардың бәріне әшекей, қос-қос білезік кигізген, жүзіктері қандай әдемі, сырға таққан, алқа таққызған, шашын сылдырлатып, шашына шолпы таққан. Сол келе жатқанда оюлы киімдері, жүргенде қыз келе жатқан, үкі таққан, сол қыздарын өзін, міне біздің қызымыз қандай деп көрсетуге лайықты жасалынған заттардың барлығын сен жаңғыртып, әдемі ғып көрсетіп отырсың. Өте жақсы. Одан кейін мынау тіпті барлығының өзінің тарихы. Барлығының өзінің тарихы. Әшекейінен басқа мына халқымыздың бай мәдениетін, оның ішінде мына төрт түлік малға байланысты жаңа айттыңыз, жауырынның қасиеті бар.
жауырынды кертіп қойған кезде жол ашады дейді екен қазақ халқы. Яғни сол жауырынды кішкене жолың ашық болсын деп брелок қып жасадық. Сонда менің бір клиентім айтады ғой, Бахаргүл, сенің осы жауырын брелогыңды жарты Алматыға сыйға тарттым деп. Расында да жолың ашық болсын деген жақсы сөз жармырыс дейді ғой. Асығың астынан түссін, шаңырағың биік болсын. Барлығы қандай тамаша халқымыздың сондай тілектері. Сол сияқты міне жауырынның өзін қалдықсыз халықпыз ғой енді. Жауырынды да, кәріжілікті де, асықты да тек қана малдың бір сүйегі ретінде қарамаған. Оларға байланысты қаншама ырым тиымдар, наным сенімдер жатыр. Ана келіні құйып көтерген кезде әкесі мен шешесі бастап олардың болашақ немересінің асығын жинай бастайды екен. Күйеу келген уақытта күйеуге төсін асып, төсті күйеудің алдына қойған. Әзіргі ұрпақтар кейбіреу біледі, кейбіреу білмейді. Білмейді. Сол сенің бір жақсылығың соны айтып отырмын, сен тарихшысың. Сен соның бәрін насихаттап, көрсетіп, міне біз қандай халықпыз. Кез келген шетелге барған уақытта сенің осы дүниелеріңді көрсетіп, қазақ деген міне осындай халық болған дегенді ұялмай мақтанып көрсете алатын. Олардың бәрі таң қалатындай дүниелер жасап жүрсің, көрсетіп жүрсің шетелдің барлығына. Сосын жаңағы ырымдар, тіл-көз, міне солардың бәріне бесікке бөлу дегеннің өзі қаншалықты қажет, қаншалықты тамаша. Бесікке бөлу бала бойы жылы жатады. Осы жерде түнде ұйқысын бөлмейді. Сөзіңізді бөлейін. Халқымыздың осы салт дәстүрі бай ғой енді, ырым тиым, наным сенім дейміз. Осы жерде сіз қандай ырымдарды ұстанасыз өзіңіз өміріңізде? Соны айтып өтіңізші. Мен өзі ауылдың қызымын ғой. Ауылымыз жас кезімде ауылда болғанмын ғой. Сол шешелеріміз кәдімгідей балаларының барлығын біздер бесікке бөліп өстік. Сосын кейінгі бауырларымның барлығын қолы тимейді, мал сауады, міндетті түрде қымыз аштады, бие сауады. Міне соның барлығын бие сауға жүгіріп кеткенде бала жылап қалады ғой. Енді сондықтан бала бірдеңеге жаңа еңбектеп жүрген кездерінде бәрінде сол бала тыныш жатсын деп өзінің жаңа біз бауырларымызды кішкене қыңқылдаса, тербетіп, содан кейін анамыз жанында отырып ән айтып, баласын бесік жырын айтып сөйтіп өсірген ғой. Бесікке бөлудің өзі бір салт дәстүріміз, сұмдық тамаша. Бесікке салғаннан кейін оған бесік жырын айтудың өзі, әзір бесік жырын айтатын аналарымыз да аз болып бара жатыр. Бәрі тұнып тұрған біздің салт дәстүрлеріміз, рас бай мәдениетіміз ғой арасында да. Соны айтып отырмын ғой, жаңғыртып, соның бәрін ұмытылып бара жатыр. Өзі біз тез қабылдағыш халықпыз ғой. Тез айтты ма бітті, жаңағы басқа мемлекеттер, бұлардың бәрі ескілік деп жүрді ғой. Ол ескілік емес, олардың барлығының пайдасы бар екен. Міне соны көргенде, міне қазақтың тұнып тұрған тәрбие ғой. Ұлттық тәрбие. Міне қазақпыз деп балаларын жаманнан жирендеп жақсылыққа баулып отырған ғой, сол тиімді. Өте тамаша. Бұлардың бәрінің өзінің аттары бар. Қай уақытта жаңағы төртілік малдың етін асқанда да сол кімге қандай мүше беру керек. Бұның барлығының өзінің аты жөні бар. Бас бар жерде жамбас қайда деген сияқты. Сыйға берген жамбасым аман болсын жамбасың деп, жамбасқа да сондай өте жақсы, әдемі жамбасын сыйлаған ғой. Қандай жерде бас тартылады, қандай жерде кәріжілікті береді, қандай жерде жауырынды тартады, төсті кімге береді деген сияқты. Оны сіз екеуміз айтсақ бүгін таң атыратын сияқтымыз. Ол кәдімгідей үлкен әңгіме, үлкен көп тарих деп отырмын ғой. Сондықтан сенің мен қайта-қайта сенің ісің деп отырғаным сол жаңғыртып, осылардың бәрін өмірге пайдаланыңыздар. Міне осыны ұмытпаңдар деп жаратып жүргенің, көрсетіп жүргенің бұл тәрбиелік мәні өте зор. Біздің қазақтың өзімізді өзіміз тануымызға,
өзіміз ешкімнен кем емес, артық болмаса өзіміздің салт дәстүріміз, міне соны көрсету, бұл үлкен адамгершілік, үлкен халқыңа деген қызметің, сен халыққа деген қызметің. Сондықтан тіл көзден сақтап, халыққа жасап жүрген еңбегіңнің барлығы еңбегің жансын дейді ғой қазақтар. Міне сол еңбегің жансын, аман есен болып айналайын дейді. Ғасырға жуық қазақ радиосына биыл 100 жыл. Осы орайда енді қазақ радиосы дегенде сіздің есіміңіз қатар жүреді. Өзіңіздің кәсібіңіз туралы да айтып өтсеңіз? Рахмет. Кәсіби дегенде бұрын сол шет елдің барлығы тыңдайтын болғаннан кейін кішкене шындықтарды айтамыз деп бірінші тек қана дикторлар эфирға шығатын, диктор деп отырғанымыз тек қазақ радиосының айтатын ақпараттық жаңалықтары бар, біздің әдеби шығармалары бар, ауыл шаруашылығы туралы айтылатын, немесе балалар өмірі, ертегілерден бастап балалардың мына салт дәстүріміз бар, ән күйіміз бар, солардың барлығын бірінші тарататын бүкіл әуе толқыны шығарып жіберсе болды, әуе толқыны бұл бүкіл дүниесіне тарайды. Міне сондай артықшылығы болды қазақ радиосының. Құрманғазының қазақ радиосындегі ертегілеріңізді тыңдап өсті ғой, кішкентай балалар. Мен өзім кішкене күнімнен бастап ертек тыңдағам, әзір қызыма да ертек тыңдатқызамын. Әлі күнге дейін сіздің сол ертегілеріңіз қазақ радиосында саңқылдап дауысыңызбен керемет балаларды ұйқыға бөлейді расында да. Қазақтың ертегілері, қазақтың эпостары, қазақтың ән күйлері, соларды біздер сол өзің сияқты сен көрсетіп, насихаттасаң, біз жаңағы даусымызбенен жеткізіп айтып, соның біз қолмен ұстап көретұңғып жасап отырмыз, дұрыс айтасыз. Міне сондай, бізді сондай қызметтер атқардық деп ойлаймын, қазақ радиосы да енді, шүкір. Жаңағы біз Әдемі-ай компаниясы дегеннен кейін шолпы шашпаулар туралы, қазақ халқының қыз-келіншектер тағатын әшекей бұйымдар туралы бір сөз қозғап қалдыңыз. Сол әшекей бұйым туралы тағы да бір айтып беріңізші, керемет айттыңыз жаңа. Қыздар енді біздің қазақ халқы қыздарын әсемдеп, қызды көрінеп отырғызып, қызға деген құрмет шексіз ғой. Қазақ қыздарын өте құрметтеген, өйткені қонақ деп есептеген. Қонақ деген. Ал қонақ қыздарын сол азғантай уақытында, үйде жүрген уақытында сол бір өзінің жан дүниесін барлығын көрсететіндей әдемі болып жүрсінші деп қолдарына білезік салып, жүзік саусақтарына жүзік тағып, құлақтарына сырға тағып, ол сырғалардың барлығының аты жөндерін сен өзің білесің, оның бәрін айты. Үзбелі сырға дейді, қоңырау сырға дейді, қозалы сырға дейді. Жүзіктердің де көптеген атаулары бар, білезіктердің де көптеген атаулары бар. Алқа тағып, алқа дегеннің өзі мына енді қыз бала болғаннан кейін төсі әлгі ашып тастап бейтіп жүретін емес, мұнаның бәрін жауып, адамның көзінің барлығы әшекейге түссін, адамның ішкі әлгі тәніне түспесін деген мағынада алқа таққан. Шаштарын жайып жібермеген, жайып жіберу деген сөз, ол деген басына қайғы түскен адамдар шашын жайып жіберген. Ол шаштарының барлығына шолпы тағып, өріп қойған. Міне соның барлығы өте бір түпкі тазалығы, түпкі қасиеті, түпкі мағынасы терең болған сондай ғажап заттар. Әшекейлері де қыздардың. Далада келе жатқанда ана үкісі сыңғырынан қыздардың келе жатқан сыңғырлаған сырғасынан, шолпысынан қыздың келе жатқанын біліп отырған. Міне осындай үкісінің өз қандай әдемі, үкінің қандай қасиеттері бар демейсіз бе? Өнекей, бұл қасиеттердің барлығын сен әрі көрсетіп, әрі жазып, әрі бәрін
мынандай бұйымдар арқылы көрсетіп, бұйымға айналдырып көрсеткеніңнің өзі қандай жақсы. Енді әлеуметтік желі арқылы да көрсетіп жатырмыз, таныстырып жатырмыз, айтып жатырмыз. Сіздердің сондай сүбелі сұхбаттарыңызды айту арқылы халық тыңдасын білсін деп отырмыз. Қазір бұл әлеуметтік желі деген мықты болды ғой. Адам баласы өскен, көтерілген сайын, өскен сайын бұл да құндылық. Әлгі радио 100 жылдық десек, бұл да сол радионың баяғыдан қарағанда да қазір өсті. Теледидар, бұлардың барлығы арасында халыққа тез жетеді. Бұл ешқандай уақытың кетіп, бүйтіп қарап отырмайсың, құлағыңа көлікте келе жатып та, далада жүріп та, үйде жүріп та құлағыңа тығып алып, лезде өзі қысқа, өзі нұсқа жаңалықтардың барлығын көріп отыруға, жүруге лайықты жасалынған. Бұларың да мықты. Керемет бір сұхбат болып жатыр. Осымен Сауық апамыздың тамаша батасымен, тілегімен аяқтасақ деймін, құрметті көпшілік қауым. Осы бүкіл бағанағыдан бері екеуміздің әңгімелесіп айтып отырғанымыздың барлығы сол халықтың жүрегіне жетсін. Халық одан бір түйін, бір мағлұмат алып, сосын өзі сондай рас біз ұмытып бара жатыр екенбіз ғой, осыларымызды біз алуымыз керек екен ғой, осыларды көрсетуіміз керек екен ғой деген ой түйіндесін халықтың бәрінің жүрегінде. Аман болып, еліміз аман болып, сол өзіміздің құндылықтарымызды көтеріп, аман есен жүре беруге Алла тағала нәсіп етсін. Рахмет. Құрметті жақсыларым, бүгін Қазақ радиосының сандуғашы атанған Сауық Жақанова апамызбен тамаша сұхбат болды деп ойлаймын. Егер сіздерге қызықты болып жатса, Сауық апа екеміздің осындай тәлім-тәрбиелік сұхбаттарымызды іздесеңіздер, менің Бахаргүл Төлеген атты YouTube арнама тіркеліңіздер, жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Бахаргүл Төлеген қызы. Назарларыңызға рахмет.